Ұлы даланың негізгі иесі түріктер десек, түрік әлемінің алтын бесік атанған Алтайды жан-жақты зерттеген академик Алексей Окладников бастаған ғалымдар Алтай тұрғындары жасап пайдаланған тас құралдардың жасын 200 мың жыл деп анықтапты. Осы 200 жылның ішінде ұлы дала перзенттері ақыл-ой қабілеті дамуымен қатар сан жағынан да өсіп-өніп көбейе беріпті. Ұлы даланың ерке ұлдары, көшпенділер де табиғат ерекшеліктерін тиімді пайдаланып, ұрпағын мықты әрі төзімді шымыр етіп өсіріп, қабілеттерін жылдан жылға дамыта берген. 10 мыңдаған жылдар бойы көшпенділер өзінің ақыл-ой қабілеті білімімен адамзат өркениетінің алдыңғы қатарында болды. Өздерін ақсүйек санайтын Еуропа елдері, ария әулетіне жататын француз, неміс, итальяндықтарда әлі жазу сызы болмай тұрғанда, орыс славяндықтар әлі де қауымдық дәуірде өмір сүріп жатқанда, ұлы далада түркілердің жазуы жоғары мәдениеті болғаны қазір дәлелденген шындық. Грек тарихшысы Геродот өзінің атақты тарихында былай дейді: сонымен өмірге қажеттінің бәрі скифтерде бар. Барлық халықтардың ішінде тек скифтер ғана қажетті өнерге ие. Олар еліне шабуыл жасаған бірде-бір жауды тірі жібермейді. Егер өздері мүмкіндік бермесе, оларды ешкімде қуып жете алмайды. Скифтердің не қалалары, не бекіністері жоқ қой. Өздерінің үйлерін өздерімен алып жүреді. Барлығы атты садақшылар. Жер жыртумен емес, мал шаруашылығымен айналысады. Олардың үйі киіз. Бұл елге қалайша берілмей болмасқа. Ұлы дала перзенттерінен гректердің арасында болған екі адам туралы тарихи мәлімет бар. Олардың біріншісі Тоқсары. Тоқсары шамамен біздің дәуірге дейінгі 7 ғасырдың басында дүниеден өткен. Тоқсары грек еліне келгенде жасы 30-дар шамасында жас жігіт болатын. Тоқсары Скифияға қайтып оралмаған. Ол Афинада қайтыс болды. Кейіннен ұлттық қаһарман ретінде танылған. Элладалықтар оған жат елден келген балгер әулие ретінде жыл сайын құрбандық шалады деп жазады Лухиян Скиф және қонақ атты шығармасында. Тоқсарының жұрттан асқан емші әулие екендігін белгілі ғалым Жұртбай Дулыға атты шығармасында да жазады. Оның өлген кісіні тірілтетін балгерлігі туралы аңыз көп. Бәрін тізіп шығу мүмкін емес. Гректердің балгер әулие ретінде мінәжат етуінің өзі Тоқсарының асқан емші болғандығын толық дәлелдейді. Эллада еліне екінші болып аяқ басқан көшпенділер өкілі Анақарыс данышпан. Анақарыс шамамен біздің дәуіріне дейінгі 620-555 жылдары өмір сүрген. Анақарыс аңызға айналған скиф. Өзінің Грекияға жасаған саяхаты кезінде даналығымен даңққа бөленді және Солонның ықпалымен өмірін философия ғылымына арнады дейді Платон. Гректер Анақарысты дөңгелекті кеменің сәкірін, ұста көрігін және құмыра жасауға арналған дөңгелек жозыны ойлап тапқан дегенді айтады. Ал шын мәнісінде Анақарыс оларды ойлап тапқан жоқ. Бұл бұйымдарды ұлы дала ұлдары одан әлдеқайдан бұрын ойлап тауып пайдаланып жүрген. Анақарыс тек соларды гректерге үйретуші болды. Анақарысты туған еліне қайтып оралғаннан кейін жақын бауыры патша Савлийдің атып өлтірген. Гректер Анақарыстың ата-баба дәстүрін дінін өзгерткеніне байланысты деп түсіндіреді. Сонымен гректердің арасына келген екі ақ скиф гректерді мұнша таң қалдырса, нағыз ортасы бұл кезде қандай деңгейде еді? Гректер ұста көрігін енді көріп жатса, бұл кезде Алтайда болат қорытатын пештерді ойлап тауып, болатты күнделікті өмірде қолданылып жатқан болатын. Қытай ғалымы Цзядин ғұндардың әрбір 3 адамының бірі сарбас, тіпті адамы да ат көлігі де сауытты деген дерек бар. Болат, қару-жарақ, тұрмыстық заттар көшпелілерге басқа халықтар алдында көптеген артықшылықтар берді. Болат ауыздық даланың қайсар тағысы жылқыны
қолға үйретуге түрікке мүмкіндік берсе, Темір Үзеңгі түрік жауынгерлеріне ат үстінде ұршықша үйіруіне мүмкіндік берді. Табиғаттың тұнығын кешіп өскен түрік жауынгерінің бұла күші ақылы өз заманында теңдесі жоқ болат қару-жарақ астындағы желдей жүйрік тұлпар түрік әскерін өз заманында теңдесі жоқ күшке айналдырды. Олардан қорғану үшін қытайлар сан мыңдаған адамның өмірін азапқа сала отырып, мыңдаған шақырымға созылған ұлы Қытай қорғанын салады. Ал Шығыс Рим империясы Константинопольді айналдыра жаңа Феодосия қорғанын соқты. Бірақ бәрібір ол да көмектеспеді, қорған бола алмады. Ақырында бәрінің ойлап тапқан ең тиімді тәсілі аңғал көшпенділерді іштен ірітіп, шеттеп шыққанын өзіне тартып, сатып алып, қызметке ала бастады. Оларға бар жағдайды жасап, дүниені аямай үйіп төкті. Ақырында оларды өз бауырларына қарсы айдап салып отырды. Қытайлардың да, орыстардың да, Рим империясының да қолданған тәсілі осыған келіп тіреледі. Осы ұлы даланың оңдаған мыңжылдық тарихында жекелеген бөліктерінің басқа өлкеге қоныс аударған кездері өте көп болыпты. Бірақ от қару пайда болып, көшпенділер өз артықшылықтарынан айырылғанға дейін бірде-бір бөтен ел басқыншысын ұлы далаға енгізбепті.